Ойлан таб арнасына қош келдіңдер. Бүгінгі видеода өзіне ұнайтын тағамды немесе тәтті сусындарды таңдау керек боласын. Сұрақ саны 30, ойлануға 10 секундтан беріледі. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпа. Ал ендеше біз бастаймыз. Осы жердегі сенің таңдауың қайсысы? Жақсылап ойлан. Ал сен дубайский шоколадты таңдадың ба, немесе печенье дальгонаны ма? Сенің таңдауың қайсысы? Қанттан жасалған алма ма, немесе клубника шоколадты ма? Жақсылап ойлан. Мен клубника шоколадты таңдайтын едім, ал сен ше? Өзіңнің таңдауларыңды комментарияға жаза кет. Ал осы жерде бешбармақты таңдайсың ба, немесе манты ма? Қайсы саған қаттырақ ұнайды? Маған мысалы бешбармақ қаттырақ ұнайды, ал саған ше? Ойлан таб арнасының көрермендері біздің арнамызды 99% адам тіркелусіз көреді екен. Сол себепті видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, колокольчикті баса кетсеңіздер, 20 мың оқырманға бірге жетейік. Рахмет. Ал осы жерден сен лагманды таңдайсың ба, немесе шашлыкты ма? Таңдауыңды комментарияға жаза кет. Менің таңдауым шашлык, ал сенікі ше? Ал осы жердегі сенің таңдауың қайсысы болады? Бургер ма, немесе пицца ма? Қайсы тағам саған көбірек ұнайды? Мен үшін бургер өте қатты ұнайды, ал саған ше? Ал осы жерден саған шаурма ма, немесе хот-дог ұнайды ма? Маған шаурма ұнайды, ал саған ше? Ал сен қайсысын таңдайсың? Картоптан жасалған фриді ме, әлде тауық етінен жасалған наггетсыйды ма? Маған картоптан жасалған фри ұнайды, ал саған ше? Ал осы жердегі бургер түрлерінен чизбургер ұнай ма, или Биг Мак бургер ұнайды ма? Қайсын таңдар едің? Мен чизбургерді таңдадым, ал сен ше? Ал енді тәттілерді бастаймыз. Макаруны, немесе тирамису, қайсын таңдар едің? Мен тирамисуды жеуші едім, ал сен ше, қайсын таңдадың? Ал осы жерден пахлаваны таңдайсың ба, немесе шоколадты фонтанды ма? Қайсын таңдар едің? Мен шоколадты фонтанды. Ал осы жерден қайсын таңдар едің? Чуррос, немесе вафли? Екі тәттінің қайсы саған көбірек ұнаушы еді? Ал осы жердегі сенің таңдауың қайсысы? Кола ма, немесе фанта ма? Мен екеуінде таңдар едім, ал сен ше? Ал осы жерде сен бабл тиді ма, немесе какаоны таңдайсың ба? Мен какаоны таңдаушы едім, ал сенің таңдауың қандай? Қайсысын таңдар едің? Лимонад, немесе манго шырыны? Мен лимонадты таңдаушы едім, ал сенің таңдауың қандай? Ал осы жерде сен айранды таңдайсың ба, немесе кефирді ма? Қайсы көбірек ұнайды? Мен болсам айранды таңдадым, ал сен ше? Ал осы жерден сен құлпынайды таңдаушы ма едің, немесе мангоны ма? Қайсын таңдайсың? Таңдау жаса. Ананас, немесе киви? Қайсы саған көбірек ұнайды?
Маған мысалы ананас. Ал осы жерде саған қарбыз ба, немесе жүзім қатты ұнай ма? Таңдау жаса. Ал осы жерде сенің таңдауың қайсы? Авокадо немесе гуава? Маған мысалы екеуі де ұнамайды. Ал осы жерде сушиді таңдар ма едің, немесе раменді ма? Қайсы сенің таңдауың? Мен раменді таңдаушы едім. Ал сен осындай тағамдарды естігенсің бе? Тако немесе буррито? Қайсын таңдайтын едің? Ал осы жерде фондю немесе раклет? Қайсын таңдайсың? Ал сен қайсын таңдадың? Осындай тағам түрін естіп пе едің? Ал осы жерден қай балмұздақ түрін жейтін едің? Дондурма немесе желато? Қайсын жеуші едің? Ал осы жерден қазы қарта немесе стейк? Қайсын таңдаушы едің? Мен мысалы қазы қартаны да, стейкті да жақсы көрем. Ал осы жерде сен қайсын таңдар едің? Котлет немесе тауық еті? Ал таңдауыңды жаса. Мен мысалы котлетті таңдаушы едім. Ал сен ше? Ал осы жерден қайсын таңдайсың? Бекон немесе колбаса, салями? Мен колбасаны таңдаушы едім. Балмұздақ немесе крем брюле? Қайсын таңдайсың? Мен балмұздақты таңдаушы едім. Ал осы торттардан сен медовикті таңдаушы ма едің, немесе Наполеонды ма? Мен мысалы Наполеон жақсы көремін. Ал сен ше? Ал осы жерден ше, чизкейк торты немесе шоколадты торт? Маған шоколадты торт өте қатты ұнайды. Ал саған қайсы торт ұнайды? Ал осы тәттілердің қайсысын таңдаушы едің? Мармеладты ма, немесе зефирді ма? Мен зефир таңдаушы едім. Ал сенің таңдауың қандай? Өздеріңіздің таңдауларыңызды комментарияға жаза кетіңдер. Осымен видео аяқталды. Видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаймыз. Әлі талай қызықты видеолар болады. Келесі кездескенше қош болыңдар.